Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Дана фильм арнасы. Бүгін мен сіздерге 2020 жылы шыққан Беглянки фильміне шолу жасайтын боламын. Біреулер қызды ұрлап орман жолымен келе жатады. Алайда бұл түс болып шығып, жас қыз Тамара шошып оянады. Келесі көріністе үш ер адам қабір қазып жатыр. Тамара ванна қабылдап алып, жоғалып кеткен жас қыз жайында тыңдайды. Қыз көптен бері жоспарлаған құрбыларымен кездесуге жиналуда. Үйден шыға бергенде ол шерифтің көмекшісі Джерриді кездестіреді. Тамара Джерриге бұрыннан ұнайтын еді. Ол Тамараны кездесуге шақырады. Бірақ қыз ойланып, көремін деп ойланып кетіп қалады. Құрбылары Мэдди мен Брукке қоңырау шалып, сәлден соң оларға жететінін айтады. Алайда өкінішке орай, көліктің жанармайы таусылып қалады. Тамара жолдың шетіне тоқтауға тура келді. Онымен қоймай бұл жерде Сид те ұстамайды. Тамара оның көлігінің артына келіп тоқтаған бір пикапты көреді. Оның ішінен сақалды Мёрф түсіп көмегін ұсынады. Ер адам оған жанармай беруге келісетінін, бірақ ол қыз бір жақсылық жасау керектігін айтады. Тамара уайымдай бастайды. Мёрф жай ғана әзілдегенін айтып, қызға бензин қорапшасын әкеліп береді. Тамара телефонды алып, құрбыларымен сөйлесіп жатқандай кейіп танытады. Осы сәтте оның қасында Кип пайда болады. Мёрфтің бауыры. Ағайындылар Тамараны жеткізіп салуға ұсынады. Бірақ қыз бас тартып кетіп қалады. Екеуі берілмей қыздың артынан аңдиды. Сәлден соң Тамара құрбыларына жетеді. Брук бұрын өздерімен танысқысы келген жігіттерге бәріп, әрқайсысына 3 бокал вино сұрайды. Қыздардың кешке барға баратынын біліп, жігіттер олармен баратынын айтады. Бұған жауап ретінде Брук тек жымияды. Қыздар оларды біреулердің бақылап тұрғанына күдіктенбестен көңіл көтереді. Кешке олар қонақ үйде оянып жиналып жатады. Осы кезде олар сырттан белгісіз дауысты естиді. Есік жаққа барғанда олар адам көлеңкесін байқап, шошып жарықты өшіріп тастайды. Қуанышқа орай бұл Джерри болып шықты. Ол Тамараға гүл беріп, біраз әңгімелесіп кетіп қалады. Қыздар Джерридің Тамараға дейінгі қарым-қатынасын әңгіме қылады. Үшеуі барға келді. Олар текилаға тапсырыс береді. Ал мекеменің иесі әдемі қыздар үшін текиланы тегін беремін дейді. Мэдди әжетханаға келгенде Брук пен Тамара биді бастап кетеді. Тамара Мэддидің артынан барады. Олар кешті одан ары қызықты өткізу үшін белгісіз наркотикті иіскейді. Қыздар билеп көңіл көтеріп жатқанда барға әлгі екі жігіт кіреді. Олар шарапқа тапсырыс беріп, оған бір дәріні қосып, даяшыға Тамара мен оның құрбыларына апарып беруді сұрайды. Қыздар бұл сыйлықты қуана қарсы алып, барменнен кімге алғыс айту керектігін сұрайды. Сөйтсе екі жігіт бардан шығып кеткен. Бір кезде Тамараның басы айналып, ол таза ауа жұту үшін сыртқа шығады. Алайда оған екі жігіт жақындай бергенде есін жоғалтады. Оянғанда ол өзінің пикапта жатқанын көріп шошып кетеді. Есін тез жинап көліктің астына тығылып қалады. Сәлден соң көліктің жанына 3 жігіт келеді. Олар Кип, Мёрф және олардың әріптесі еді. Ерлер қызды пикаптан таппай таң қалады. Бірақ олар көліктің астында жатқан Тамараны тауып алды. Тамара бірден орманға қаша жөнелді. Алайда оны қуып жетіп ұрып құлатады. Тамара қорада байлаулы күйінде оянады. Әкесі мен балалары оған не істеу керектігін ойластырып жатады. Қыз оларға оңайлықпен құтылмайтындарын айқайлап айтады. Алайда олар күліп Тамара олардың алғашқы құрбандары еместігін айтады. Әкелері оларға Құдай алдында орындалмаған міндеттерін ескертеді. Тұтқын оған ашуланып, оларға отбасының алдында міндеттері бар екенін айтады. Тамара тозықта жаралғанын айтып жүрегі айнып кетеді. Ол Киптің үстіне құсып жібереді. Кип әкесі мен ағасына ерсі қылығы туралы айтады. Бұлар оған бәрі жақсы деп жауап береді. Тамараға телефонды аяғымен басқара алды. Ол құрбыларына хабарлама жазады. Бірақ жіберіп үлгермей жатып, телефон өшіп қалады. Мёрф сыртта тұрып өзінің жасайтын лас істері туралы ойланады. Көп уақыт өтпей есік тұтқасынан дыбыс шығады. Ол оның Кип екеніне сенімді болып, онымен бұлай қалжыңдаспауын ескертеді. Бірақ оның артынан ақ киген адам пайда болып қайда жоғалады. Кип үйде ұйықтап жатқанын және ештеңе істемегенін растайды. Мёрф пикапқа отырып оны оталдырады. Кейін алдынан шыққан ақ киімді адамды көріп шошып кетеді. Мёрф оны қағып кетеді. Бірақ көлік астына қарағанда онда ешкім болмады. Ер адам үйіне оралып дастарханға отырады.
Әкелері дәстүр бойынша тамақ ішпес бұрын дұға оқиды. Кешкі астан соң әкесі сандықты ашып, оның ішінде көптеген қыздардың шаштары бар. Ол біреуін алып иіскейді. Кенет есік ашылады. Әкелері бөлмеден атып шығып, әкесі теледидар көріп отырған балаларына енді осы тағы қайталанса оларды жазалайтынын айтады. Шал бөлмесіне кіріп, ашулы күйде балаларын шақырады. Ұлдары кіргенде төсек үстінен адамның бас қол сүйектерін көреді. Тамара оларды қарғады деп ойлайды. Әкесі ұрсып ешқандай да қарғыстың жоқтығын айтады. Үшеуі Тамараға барады, бірақ қыз ештеңе білмейтіндей кейіп жасады. Ол оның бетінен шапалақпен ұрады. Кенет қораның есігі жабылып қалады. Ұрылар Тамараға күдікті түрмен қарады. Үйге келген Джерри Тамараның дауысты хабарламасын тыңдайды. Ол қыздың белгісіз біреулер ұрлап кеткеніне хабардар болады. Тек өкініштісі ол өзінің қай жерде екенін айтып үлгермеген. Кип жалғыз өзі қызға келеді. Ол әкесі мен ағасы жаман істерді қинап жасатқызатынын айтады. Тамара оған мыстан еместігін айтты. Кип Тамараны періште деп атап кетіп қалады. Мёрф ұйықтап жатқанда ақ киімді елес оның үстіне шығып алады. Ер адам оянып кеткенде елес шыңғырып жібереді. Мёрф төсектен құлап түседі. Ол бірден пышақты алып әкесінің бөлмесіне жүгіреді. Ол онда қабырғадағы жазуды көреді. Сен бізді сағындың ба деп жазылып тұрады. Кип Мёрфтің артынан барады. Әкелері Тамараның мыстан екеніне және өлгендердің барлығының аруағын оятты дейді. Енді олар бізге тыныштық бермей жатыр. Таңертең олар Тамараны суға алып барады. Және ол шайтаннан бас тартып, жүрегіндегі құдайды қабыл алғанға дейін тұншықтырады. Кейін Тамараны қораға алып келгенде төбеде ілулі тұрған шайтан таңбаларын байқайды. Әкелері таңбаларды өртеп жаңа қабір қазуды бұйырады. Алайда Кип Тамараны періште еместігін айтып, рәсімді орындағаннан кейін құдайға бармайтындығын айтады. Шал Кипке айтқанын орындауын, әйтпесе жаза қолданатындығын айтады. Джерри әлгіндегі барға келеді. Даяшы бірден Тамара мен құрбыларын еске түсіреді. Әрі күдікті екі ер адам туралы айтады. Ол екеуінің кім екендігін білмейді. Джерри оны тауып қалармын деп аймақты іздестіруге шығады. Кип қабір қазып жатқан кезде Тамара босатылып алады. Бірақ оны Кип байқап, ол қызды тоқтатады. Екеуі тағы да шайтан мен періште туралы әңгіме қозғайды. Тамара Кипті тырмамен қорқытады. Тырманы өзіне тығып алып қабірге құлайды. Шуды естіп Мёрф келеді. Ол қашып бара жатқан қызды қуала жөнеледі. Бұл уақытта шал өзінің ұйқысынан оянады. Ол сыртқа шығып қабірде жатқан Кипті көреді. Кейін орман жақтан жылап жатқан қыздың дауысын естиді. Тау жаққа барғанда ол маска киген екі қыздан шошып құлайды. Маска киген қыздар Мэдди мен Брук болып шығады. Бұл уақытта Тамара Мёрфтің басынан таспен ұрып, одан құтылады. Қыз Мёрфтің денесін үйіне алып келеді. Онда оны екі құрбысы күтіп тұрады. Олар әкесі мен баласын крестке байлайды. Ал ұрылар оянғанда қыздар оларды көптен бері аңдып жүргенін және олар туралы бәрін білетінін айтады. Қыздар қолдарына мылтықтарын алып, оны 6 періште ойын ойнайды. Олар жауыздарға босанып қашуға 16 секунд берілетінін айтады. Шал бірінші босанып, ұлын тастап қаша жөнеледі. Алайда Тамара оны атып тастайды. Жақын маңнан шуды естіген Джерри полиция шақырады. Қыздар Мёрфқа босануға мүмкіндік береді. Бірақ қашуға тырысқанда оны да атып тастайды. Сәлден соң Джерри пайда болып, аман-сау Тамараны құшағына алады. Біраз уақыт өтеді. Қыздар басқа қалада жоғалған қыз туралы жаңалық естиді. Демек оларда жаңа жұмыс пайда болды. Осымен фильм аяқталды достар. Каналға тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер.